Ондаған жас талапкердің кәмелеттік аттестат алып мамандық таңдайтын сағатта таяп қалды. Соңғы айларда қаламызда Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының қабылдау комиссиялары жұмыс жасауда. Соның бірі Қазақ көлік және коммуникация академиясы. Жуырда қаламызда аталмыш академия жаңа оқу жылына студенттер қабылдады. Бір айта кетерлік жайт, академияның филиалы соңғы уақытта облысымыздың орталығында ашылғаны белгілі. Біздің сұхбат филиал директоры Бекмұхамед Мәдиұлымен. Баймұхамед Мәдиұлы, мынау академияның филиалының біздің өлкеде ашылуы, бұл кадр дайындау бағытындағы үлкен жұмыс, жалпы білім беру саласында, кадр дайындау саласындағы үлкен жаңалық деп қабылдаймыз ғой енді. Осы оқу орнының басшысы ретінде жалпы ашылуы, осы бағытта істеген жұмыстарыңыз жөнінде, алға қойған мақсаттарыңыз, бағыт бағдарламаларыңыз жөнінде біздің көрермендерге әңгімелесеңіз. Республикасының әлгі егемендік алғаны, тәуелсіздік алғаны дейтінге де көп уақыт болған жоқ қой. Сол енді республика өз алдына мемлекет болып даму үшін оның бір негізгі приоритеттерінің бірі бұл оның көлік және қатынас құралдары. Мінекей республикадағы бірден бір мекеме мынау көлік мамандарын дайындайтын оқу орны, ол Қазақтың көлік және коммуникациялар академиясы Алматы қаласында орналасқан. 96 жылы Алматы темір жол институтының және Алматы автокөлік институтының қосылуынан пайда болған. Бұл академияның мынау Ақмолада, Ақтөбеде, Шымкент қалаларында бұрында бөлімшелері бар еді. Мынау енді біздің Маңғыстау аймағының республиканың экономикалық стратегиялық даму бағытындағы үлкен қомақты рөліне байланысты мынау Ақтау теңіз порты дейміз, немесе Баутиндегі мынау теңіз порттары, сол сияқты біздің өлкеміздің мұнайға бай екендігі, сонымен қатар бірнеше шетелдерге баратын мынау қақпа ғой енді, теңіздің жанында тұрған бірден бір аймақпыз. Мінекей осындай көптеген факторлерге байланысты мынау академияның басшылары, мынау Ізбасар Сәкетұлы Қарабасов, Рахымжан Әбілқасымұлы Қабашев дейтін біздің мынау басшыларымыздың қолдауыменен, ұсынысыменен мынау облыстың әкімшілігінің, сол сияқты облыстың жетекші мекеме басшыларының ұсыныстарыменен біз мекеме ретінде 97 жылдың май айында дүниеге келдік. Мінекей содан бастап жұмыс жасап жатырмыз. Енді біздің қазіргі жағдайымыз бұл қалыптасу, аяғымызға тұру кезеңінде тұрмыз. Өткен жылы студенттер қабылдадық. Күндізгі оқитын және сырттан оқитын бөлімдерге жалпы Маңғыстаудың 250-ден астам адамы өткен жылы біздің академияға осы біздің филиал арқылы түсті. Базымыздың әлсіздігіне байланысты материалдық техникалық базының, интеллектуалдық базының, кітапханалық базысының әлсіздігіне байланысты өткен жылы біз өзімізде күндізгі оқу бөлімін ұйымдастыра алмадық. Сондықтан енді бүгінгі жағдайдағы тіршілігіміз Құдай бұйыртса осы биыл академияның басшылығы біздің филиалдың негізінде сырттай оқитын бөліммен қатар күндізгі бөлімде де ашқалы отыр. Бір бюджеттік орынға 100-дей, ал енді коммерциялық ақылы оқу негіздейтіннің өзіне шек қойылмайды ғой. Енді өзіміздің жоспарымыз жобаменен сол бір 50 адам келетін шығар деп ойлаймыз. Сонда бір 150 адамдық күндізгі бөлім биыл ашпақ ниетіміз бар. Қандай мамандықтар бойынша қабылдайсыздар осы бағытта? Енді көлік және коммуникациялар академиясы болғандықтан және мынау біздің теңізге байланысты жаңа мамандықтарда игеруімізге байланысты бұл соңғы уақытта бір 6-7 мамандық қосылды. Су көлігіне байланысты. Одан бұрында 20-ның үстінде мамандық бар еді. Мінекей қазір енді биылғы оқу жылын аманшылық болса, бір 30-дай мамандық бойынша біз студент қабылдаймыз деп отырмыз. Биылдың өзінде жаңадан 3-4 мамандық қосылды. Мынау енді радио байланыс және навигация деген сияқты, халықаралық тасымалдар деген сияқты, коммерция және маркетинг деген сияқты мінекей осындай осы заманның мамандықтары. Әрі біздің мынау
теңізді игеруімізге байланысты әскери теңіз күштері, қарулы күштеріне қажетті мамандықтар ашылып отыр.